Армысыздар ардақты ағайын. Қазір мені көлікте отырып, қызымды тосып отырып жұмыстан. Интернет аралап, шаралап қарап отырып, бір қызықты бір мақаланы оқыдым. Бұл мақала қазақ тілінің Қазақстан Республикасындағы қолданысын зерттеу жүргізген екен де бір фирма. Сол зерттеу нәтижесі бойынша орыс тілі мен қазақ тілі екеуі біздің елімізде бірдей қолданысқа ие. Сондықтан да қазақ тіліне түгелдей көшудің ешқандай қажеттілігі жоқ деген бір резюме жасалып тұрды. Ал бұл зерттеуге, яғни қазақ тілінің Қазақстан Республикасындағы қолданыс аясы үлкен емес екендігінің, орыс тілі мен қазақ тілінің республикада бірдей қолданылуы шарт екендігін, сондай жағдай туындап тұрғанын білесің бе? Статистикалық мәлімет қайдан алынған? Мына статистикалық мәлімет, яғни қазақ тілі мен орыс тілі қандай көлемде, қандай процентте екеуі бір-бірімен қолданып жатқаны. Мына банкоматқа барып ақша шешесіздер ғой, сол кезде сіздер қандай тілді таңдайсыздар? Егер сіз қазақ тілді таңдасаңыз, яғни қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтесіз. Орыс тілін бассаңыз, орыс тіліне қарай статистиканы көбейтесіз. Немесе мына қарапайым Каспий Голд бар ғой, біздің күнделікті қолданып жүрген. Сол Каспий Голдымыздың өзін қай тілде біз пайдаланамыз, сол тілдің статистикасын өсіреді екенбіз ғой. Сондықтан да мына қазақ тілінің, қазақ ұлтының патриотымын деп өз-өзін санайтын азаматтарға айтқым келетіні, қазір ашыңызда Каспий Голдыңызды қазақ тіліне ауыстырыңыз. Ертең банкоматқа барып ақша шешкен кезде қазақ тілін таңдаңыз. Бұл сіздің қазақ тілінің қолдану аясына өссін, қазақ тілінің статистикасы өссін деген үлесіңізді білдіреді. Осыны біліп жүрейік, ағайын.